Сәлеметсіздер ме? Мен 103 жалпы орта мектебінің 4-ші класс сынып оқушысы Жамалбек Шахмардан. Жоба жетекшім Сариева Мадина. Бүгінгі менің жұмысымның тақырыбы дәруменге бай асқабақ. Асқабақ дақылын зерттей отырып, оның емдік және пайдалы қасиеттерін білу, өсіру, қорғау жолдарын қарастыру. Зерттеу жұмысында ғылым жаңалығы. Ол асқабақтың үйде өсірілу жағдайын және оның адам ағзасына пайдасы бар екенін зерттейді. Сондай-ақ түрлі нәтижелі зерттеулерді жинақтады. Асқабақ ірі жемісті тағамдық, дәрілік, мал азықтық және сәндік бір жылдық шөптік өсімдік. Оның ұзындығы 5 метрге жететін жатаған сабағы болады. Дәмді тағамдарды көріп жүрген асқабақтың түсі сұрғылт болғанымен де жасыл, ақ, сары, қызыл және сұр түсті асқабақтар да бар екен. Асқабақтың шипалы қасиеттерін тоқталсақ, жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде қолданылатын асқабақтың ішіндегі жұмсақ жерін, яғни етін дәрігерлер отқа немесе суға күйген науқастарға жарасын тануға кеңес береді. Асқабақ шырына бөлмен жатар алдында іште жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз. Терідегі қыша есек жем шыққанда не болмаса күйік шалғанда үкіштен өткен мәйегінен комплекс жасайды. Сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызмет жақсартады, әрі пайдалы. Ішекті құрт дертінде асқабақты алып, дәні мен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстан ішінде болуы керек. Дайын кезде тұнбадан күніне 4 рет астам 20 минут бұрын жарты стакан ішеді. 20 күн бір айдан кейін қайтадан жалғастырады. Ішектегі паразиттен құтылудың ең тиімді тәсілі. Қабығы ашылған дәнін ашқарынға жейсің. 7 шақты дәнді езіп сүтпен ішеді. Оның жасалатын тағамдар, асқабаққа жасалатын тағамдар: манты, самса, асқабақтан жасалатын самса жемістері. Назарларыңызға рахмет.